Төле би ауданына қарасты Аңгырата ауылында көптен күткен қуанышты жаңалық. Ауыл тұрғындары жаңа заманауи кітапхананың ашылуына куә болды. Бұл жай ғана жаңа ғимарат емес, ауылдың рухани өміріне тың серпін беретін маңызды мәдени орталық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың кітап оқитын ұлт бастамасымен үндескен игі жоба жергілікті тұрғындар мен ауыл жанашырларының қолдауымен жүзеге асты. Армысыз құрметті көрермен, арнамыздың арнайы түсірілім тобы осы тарихи сәтті оқиға орнын көрсету үшін арнайы келді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жылдан бері осы кітапханада жұмыс жасаймын. 2023 жылы ескі ғимаратымыз тозығы жетіп сүріліп тастағанына байланысты ғимаратымыз болмады. Қазіргі таңда осы ауыл азаматтарының демеушілерінің арқасында осы кітапхана ғимараты салынды. Ауыл азаматтарына көптен көп рахмет айтамын. Қазіргі таңда бізде 600-дан аса оқырмандар бар, кітапхана оқырмандары, және 10 мыңнан аса кітап қоры бар. Бізде көптеген оқырмандарымыз бар. Біздің ауылдан Асхат Садырбай тілшілер, педагогика ғылымының кандидаты Өміртай Танабаев шыққан, ақын Дәркен Танабаев шыққан біздің ауылдан. Сол кісілердің бәрі менің оқырмандарым деп санаймын. Қазіргі таңда осы кітапхананы салған азаматтарға үлкен алғысымды айтамын. Келешекте осы кітапханада жұмыс жанданады деп ойлаймын. Оқырмандарым содан да көп болады деп ойлаймын. Кітап рухани қазына деп, әр адам білімді болуға, кітапты көп оқуға ұмтылса екен деймін. Осындай ғимарат көптеген кітапханаларда бізде, көптеген кітапханашыларға осындай ғимарат бұйырса. Әсер керемет, тұрғындар да қуанып жатыр мектептің қасына соғылғанына, мектеп мұғалімдері қуанып жатыр, ауыл ақсақалдар қуанып жатыр. Әсіресе оқитын жастар көп бізде. Жаңа үлкен кеңірек кітапхана ғимараты болған соң көбірек жаңағы оқырмандар келеді деп ойлап жатырмыз. Енді келешекте көптеген шаралар өтеді дейміз. Бізде саясат бөлімінде кітаптар көп, одан кейін көркем әдебиеттер көп. Сосын балалар кітаптары көп. Балалар кітаптарын балалар сүйіп оқиды. Қазіргі таңда жаңадан көптеген кітаптар келіп жатыр. Әр саладағы кітаптар бар. Көбінесе қандай кітаптарды көбірек аласыздар сіздер? Қандай балалар? Балалар ертегілер ғой, қиял ғажайып ертегілер, жаңа әңгімелер, фантастика сұрайды. Балалардың сұраныстары көп қой. Бұрын-соңды сіздерде бір рет қана болған, Біз ол тозығы жеткен 1953 жылы ескі ғимарат, оны да ауылдың асарымен соққан екен, ауыл азаматтары соққан екен. 70 жылдық тарихы бар кітапхана ғимараты еді. Бұл жерден болашақта көптеген зиялы азаматтар шығады деп ойлаймын. Бізден ақын да бар, журналист те бар. Өзіміз Қазығұрттауының, Киелі Қазығұрттауының етегінде тұрғаннан кейін, Киелі жерде тұрғаннан кейін шабыт оянып, айналамыздың бәрі киелі орындар, Ғайберен, Қыршілден, мына жақта Ақбура. Осы табиғатқа қарап балалар шығармашылығы оянады деп ойлаймын. Аңгырата ауылындағы кітапхананың тарихы өткен ғасырдың ортасынан бастау алады. 1953 жылы ашылған бұл мәдени ошақ біршама жыл бойы ауыл тұрғындарының білім мен руханиятқа бет бұрар орталығына айналды. Осы жерден қаншама буын тәлім алып, кітапхана әлеммен сусындады. 2023 жылы кітапхана орналасқан ескі ғимарат апатты деп танылып, бұзылғанымен оның қызметі бір сәтке де тоқтаған жоқ. Кітапханашылар уақытша орындарда оқырмандарға қызмет көрсетіп, ауылдағы рухани байланысты үзбеуге күш салды. Ең бірінші, мына қуанышты кітап мерекесі құтты болсын. Адам баласының сана сезімін оятатын, сана сезіміне жақсылықты да жаманшылықты да кіргізетін кітап. Бірақ кітап әр уақытта адам баласын қатарға қосуға еңбек етеді. Осы кітапхананың осы ауылымызда ашылғанына мен өзім қатты қуандым. Ойпырмай, ауылдың қазақы ауылдың ортасына осындай кітапхана рұқсат бермейді деп рахмет. Халыққа да рахмет, жүгірген ерінбей, мемлекет халықтың сөзін тыңдаған мемлекетке де рахмет. Мемлекет басшыларына да рахмет. Міне балалардың не істеймін десе де, не оқимын десе де бәрі алдында тұр.
және бұның ар жағында қандай жерлерге барып оқуға керек болады деген ненің барлығы осы жерден шығады. Мектепке ұйымдастыруға, мектеп ісінің жұмыстарын алға апаруға кітаптың атқаратын рөлі өте үлкен. Мен өзім 36 жыл мұғалім болып істеп, 55 жасымда пенсияға кеттім балалардың жасыменен. Кітап сонда енді оқымаған кітабым қалмады десем, өтірікші болмайтын шығармын. Совет үкіметінің кітабын бәрін оқыдық. Бірінші рет жаңа ғимаратқа отырсам, ана клубтың соңында, ана контордың соңында, әр жерде бір жүрген кітапханаға бұл қоқырсып, ана бір жерден, мына бір жерден. Мұна бірінші рет. Мынандай өз алдына отау тығып, осыншалықты той жасап отырған бірінші рет. Мына бір қуанышты тірлік бұл. Мені қуанып, Әбжаппар көкенің ағаның атында екен, өте дұрыс берілген деп айтып отырмын. Ақылдасып, кеңесіп, қуанып жатырмыз. Үлкен қуаныш бұл. Мынау кітаптың оқып, содан есейген адам сырын біледі. Мен жетім өскем кішкентайдан. Осы кітаптың тәрбиесін көргем. Осы кітаптың тәрбиесіменен үлкен дәрежеге көтерілдік десек болады. Осы кітаптың арқасында мен әзір 90-ға келдім. Ол 90-ға келуді оңай емес. Ал енді осы кітаптың тәрбиесіменен тура жолмен жүріп, кейін Алланың жолына түсіп, мені бір нәрсені қисың нәрсе істеген емеспіз. Алла деп жүріп жатырмыз. Мені осы маған жәрдем берді деп ойлаймын. Мен үлкендердің сөзін еш уақытта бұзған емеспін. Айтқанын орындап жүргем. О туралы көп айтып отырам. Сөзде үлкен мән бар. Ал енді кітап бұл адамға үлкен білім сыйлайды. Мінекей ақыл ойымыздың дамуының себебі де осы кітаптың арқасы. Ал енді әзір де осы кітаптың жаңағы көзім жақсы, Құдайға шүкір. Мынау математикадан сабақ бергем. Сонда мұғалім болып жүргенде көз жөнді көрмейтін. Денсаулық нашарлау еді. Кейін молда болып Құран оқығаннан кейін соның бәрі жақсарып кетті. Көз 100% көретін болды. Әшейін газет оқи берем. Ата, енді қазір қандай кітапты жақсы көріп оқисыз? Енді әзір мынау өзім кітап жазуға құмарланып жатырмын. 2-3 кітап шығардым. Енді бір кітапты әзірлеп жатырмын. Міне соның соның жаңағы жұмыстарымен жүгіріп жатырмын. Кей уақытта кітаптарды қарап қоям. Ақындықта жол бар. Ақындық бір Сайрамкүл апа деген апамыз өткен. Бүткіл осы Гергев бұрынғы осы Ленгер аймағына аты шыққан адам. Соның кішкентай несі тиді ма? Әйтеуір оқты сонда өлең жазып қоятында әдетім бар. Анау кітаптарды өлеңмен жазғам. Әнекей. Мені кітаптың кереметі сондай. Ол Алланың кереметіне еш шек келтіруге болмайды. Алла бар, бәрін қолдайтын Алла. Жаңа кітапхананың құрылысы өткен жылдың қыркүйек айында ауыл жанашыры кәсіпкер Жамбыл Мәуленұлының бастамасымен қолға алынған. Ауыл тұрғындары мен демеушілер қолдау білдіріп, нәтижесінде аз уақыт ішінде заман талабына сай жаңа ғимарат бой көтерді. Бүгінде кітапхана қорында 10 мыңға жуық кітап бар. Заманауи кітап оқу залдары, оқырмандарға арналған қолайлы кеңістік пен мәдени іс-шараларға арналған алаң ауыл тұрғындарының игілігіне ұсынылып отыр. Енді мұнда әдеби кештер, шығармашылық кездесулер, танымдық жобалар мен түрлі мәдени басқосулар тұрақты түрде өткізілмек. Бүгін Аңғырата ауылдық кітапханасында салтанатты Аңғырата кітапханасының жаңа ғимаратының ашылу салтанатында отырмыз. Бұл кітапхананың өзінің кітап қоры 10 мыңнан аса. Бұрынғы ескі ғимараты апатты жағдайда болғандықтан ол талай жыл тұрып, одан кейін сүріліп кетті. Одан кейін осы ауылдың тұрғындарының бастамасымен, осы жеке кәсіпкер Жамбыл Мәуленұлының бастамасымен осындай керемет әдемі ауылға
қызмет етуге әдемі рухани жаңа орда ашылып отыр. Бұл Аңғырата ауылдық кітапханасы осы енді былай осыған қарап, ауылына қарап азаматын таны дегендей, бұл ауыл ең жақсы кітапқа деген сүйіспеншіліктері, рухани азыққа деген сүйіспеншіліктері өте сондай бір керемет ауыл, ынтымағы жарасқан, ауылына қарап азаматын таны деп бекер айтпайды. Сол Жамбыл Мәуленұлына алғысымыз өте шексіз. Одан кейін өздеріңіз кіргенде байқаған шығарсыздар, ауылда Әбжапар Ақынұлының жаңағы атындағы кітапхана деп отыр. Ол Әбжапар Ақынұлы, ол кісі осы алғашқы 53-ші жылдары, 1953 жылдары осы кітапхананың ең алғашқы кітапханашысы, ең алғашқы құрылушысы десек те болады да. Осы ұйымдастырушысы, осы кітапты сақтаушысы, осы бүкіл ауылды рухани азықпен қамтамасыз еткен. Ол кездерде де енді жетпей жатса да елдің бәрі жаңағы неде болады ғой, егісте болады, басқа жаңағы мал басында болады. Сол кезде де ол кісі сол кітаптарын бесебетке салып алып, арбаға салып алып, елдің бәрін сондай бір керемет жаңағы кітаптың қазына екенін, кітапты оқыса білім нәрін алатын, біліммен сусынады деген қағидамен ол кісі бүкіл ауылды сондай бір керемет осы рухани азықпен қамтамасыз еткен кісі. Енді өзі соғыс ардагері болған, еңбек ардагері болған. Өшердің өзіне көптеген ауыл азаматтары ол кісіні аузын толтырып айтып жатыр. Сол кісінің арқасында талай адамдардың білім алып, талай азаматтардың көзі ашылды деп жатыр. Сол себепті ауыл тұрғындары бір адамдай болып жұмылып, тек қана бұл бір жеке кәсіпкер жаңағы Жамбыл Мәуленұлының ғана еңбек емес, бұл жерде бүкіл ауыл деген қосылып, сондай бір керемет, мінекей өздеріңіз байқап отқандай үлкен ғимарат ашылып отыр. Бұл ғимараттан да бұрын кездерде де талай азаматтар сусындап, талай үлкен биіктерге шыңданған. Ана суретте көріп отқандай жаңағы Даркен Танабаев осы ауылдан шыққан, кезінде Өміртай Танабаев дегендеріміз осы ауылдан шыққан. Содан тілші Асхат Садырбай дегеніміз бар, танитын шығарсыздар, иә. Қазір жаңадан ақын өзі телеарнада тілші болып жатқан Аяжан деген қызымыз бар. Ол да бүгін келу керек. Қазір үлкен телеарнада жаңағы жүргізуші болып істейді. Осы кітапхананың ашылуына қуанып, үлкен өзінің арнауын жазып жіберіп отыр. Сол сияқты бұл енді кітапхана, мен ойлаймын, бұл енді үлкен әдемі осы ауылдардың жиналатын үлкен бір рухани ордасына айланады деп сенемін. Себебі бұл жерде барлық баспасөз басылымдармен қамтамасыз еткен. Өздеріңіз байқандай балалар бөлімі бар. Балалар бөлімінде де балдарға арналған әдемі жаңағы кітаптарымыз, ертегілер, көптеген кітаптары бар. Ал қазіргі таңда кітапханалардың барлығы жаңа кітаптармен, қазір жастардың талабына сай әдебиеттермен қамтамасыз етіліп келе жатыр. Сол себепті мен ойлаймын, бұл ордамыз біздің ерекше Әбжапар Ақылов атындағы кітапханамыз енді бұл тарихта қалатын жағдай деп ойлаймын. Мен мына дінге қарсы адам емеспін, бірақ мешіт салмай, осындай бір үлкен бір осы білім ордасы, бұл енді кітапхана деген бұл білім ордасы ғой. Соны салып, жастарға үлкен тәрбие болсын, өнеге болсын деп, мен жасқа бет бұрғандарыңыз мен үшін өте бір қуанышты жағдай айналайын. Себебі бізде бала кезімізде біздің ауылда да кішкене ғана осындай кітапхана болатын. Өзі ені 2 метр, 3 метр сол бар жоғы. Бірақ біздің бәріміз бала кезімізден ағаларымыз құлағымыздан ұстап әкеліп кіргізіп, қолымызға кітап беріп, бір аптаның ішінде мынаны оқып, соның мазмұнын айтып бересің деп, сөйтіп бізді солай тәрбиелеп адам қылған, шын айтқанда. Сондықтан да өмірдегі барлық құндылықтың бәрі осы кітаптың ішінде. Ол қай жақтың классикасы болсын, Европаның ба жоқ, Африканың ба жоқ, қай жердің болсын, бірақ оның бәрі де осы өмірден алынған нәрсенің бәрі. Олар қазақи жазбағанымен, бірақ өмір тәрбиесіндегі негіздің бәрі сол кітаптың ішінде. Оны еш уақытта ешбір кинодан, құр сөзден ештеме көрмейсіз, оның бәрі тек қана сол кітаптың маңызын түсінуге. Себебі өздеріңіз білесіздер ғой, кино шығарған кезде кино менен кітаптың арасы аспан мен жердей. Мағынасын бір жалпы бір келгенмен, себебі кітаптың әрбір сөзі, әрбір оның қойған нүктесі, соның бәрі де үлкен маңызы мына адам тәрбиесіне, елдің болашағына өте көп үлкен үлесін қосады. Сондықтан да тағы да құтты болсын, осы еліміз осылай жасай берсін. Міне қазір мына президент айтып жатыр ғой, адал адам не қылайық, біз тәуелсіз елбіз
Сондықтан осы болашаққа деген, міне осы болашаққа деген осы талпыныстың ең бір көрінісі осы жерде. Әлі амандық болса, көрерсіздер, әлі осы жерден қаншама ғұлама ғалымдар, ғұлама сондай бір жастардың шығатынында ешқандай күмән жоқ. Себебі барлық адамның негізінде болашағы да осы тек қана осы кітапта. Үзбей оқимын осы кітапханаға келіп, көптеген ақындардың өлеңдерін оқимын. Мұқағали, Шәкәрімнің өлеңдерінен байқауға барып келген оқушымын. Осы кітапхананың ашылғанына өте қуаныштымын. Үлкейе берсін, бұдан да үлкен кітапхана болып ашылуына тілектеспін. Өзімнің жақсы көретін Мұқағали Мақатаевтың поэзия өлеңі өзіме ұнайды. Поэзия, менімен негізбе едің, сен мені сезесің бе неге іздедім. Алауыртқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім, іздеймін тағат бар ма? Сені мұндай бақыт қып жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арарқа, Алатауға. Енді өздеріңіз көргендей бүгін ауданымызда, оның ішінде Әңгірата елді мекенде үлкен іс-шара өткелі тұр. Бұл іс-шараның өтуіне негізі болған жағдай не? Елдің бірлігінің арқасында, ынтымағының арқасында, елдің қаржысына осы Әңгірата елді мекенінде заманауи кітапхана салынып, бүгін ашылып, сол қолдануға беріліп отыр. Бұл жай ғана кітапхана емес, жай кітапхана дегенде біз әдетте біреулер кітапты жинап қоятын бір қойма ретінде көретін замандарда болып жатыр. Бұл жай ғана кітапхана емес, бұл жерде білім мен руханияттың орталығы деп есептеймін. Бұл жерден талай зеректі, ойлы азаматтар шығады деп ойлаймын. Сондықтан әрдайым енді кітапханаға тілек айтқанда оқырманың көп болсын деп тілек айтамыз ғой. Сондықтан бұл ауыл сол оқырманыға бай ауылдың бірі деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі мынау 10 мыңнан аса қоры бар кітапханамыздың ашылу салтанатының куәсі болып отырсыздар. Елге тек қана айтатынымыз амандық, жақсылық болсын деп айтқымыз келеді. Осындай бірлікте болайық деп айтқым келеді. Ал енді жаңа бері байқасаңыздар, кітапхананың басында Әбдіқайым атаның есімін атап осы жерде сол кісіге бір арнаулы бұрыш арнап қойыпты. Ол кісі 1953 жыл, осыдан 73 жыл бұрын осы Әңгірата ауылында бірінші кітапхана ашылған екен. Соның бірінші меңгерушісі болған кісі екен. Бүгінгі елдің сол кісінің атына атап атамыздың, соған бұрыш арнап, сол кісінің өмірбаяндары туралы жазып, оған бір арнайы қор жинап қойғанның өзі де бұл ұрпақтар сабақтастығын көрсетіп жатыр. Сондықтан бірлігі бар ел әрдайым осындай болады деп ойлаймыз енді қыздар. Жылдар бойы осы кітапханадан қанаттанған түлектер бүгінде еліміздің әр саласында абыройлы еңбек етуде. Ал жас оқырмандар түрлі аудандық және облыстық байқауларда үздіктер қатарынан көрініп келеді. Жаңа кітапхананың ашылуы Әңгірата ауылының мәдени өміріндегі маңызды белес. Бұл кітапқа деген құрметтің, ауыл тұрғындарының ауызбіршілігі мен білімге деген ұмтылысының жарқын көрінісі. Енді жаңа ғимарат жас ұрпақтың білімін шыңдап, ауылдың рухани өміріне серпін беретін жаңа орталық болмақ.